Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы адамның табиғатқа бейімделуі. Бүгін біз иллюстрацияны қолдану, мәтіннің түрін анықтау және мәтінге жоспар құрамыз. Ал жақсы балалар, не көріп тұрмыз? Жақсы. Тағы да? Иә, қол көтеріп айта береміз. Аружан. Бірінші суретте киіз үйдер, ал екінші суретте қазанда екі қабатты үйлер тұр. Ал енді осының айырмашылығы неде деп ойлайсыңдар? Неге біреуінде киіз үй, біреуінде қазіргі заманғы үй дейсіңдер? Алдан шақ айта ғой. Біздің ұлттық бұрынғы киіз үй болғанбыз, біз ол жерде қонғанбыз. Ал қазір біз екінші этаждан үйде тұрамыз. Біз қазір этажда үйде тұрамыз. Жақсы отыра ғой. Ал енді қарай. Адамға не керек? Суретті қарап алыңдар. Бізде мына жерде әртүрлі суреттер тұр. Адамға не керек деп ойлайсыздар? Інжу? Адамға тек сұлулық керек. Және тамақтармен отбасы. Жақсы отыра ғой. Тағы да қарай. Ал әділет. Тағы не керек адамға? Адамға табиғат, киім және ақша керек. Жақсы. Тағы да. Ал Сұлтан. Адамға үй керек. Үй керек. Дұрыс. Тағы да. Тағы да не керек дейді? Үй керек дұрыс айтасыздар. Жүрек жылуы. Жүрек жылуы керек дұрыс айтасыздар. Ал бірақ қазіргі заманда ең бірінші адамға баспана қажет. Тамаша. Келесі. Ал енді балалар бүгін біз соның сендермен баспана тақырыбымен танысамыз. Адам баласы мейлі күн ыстық елдерді, поляр шеңбері теңіз жағасын, немесе биік тауды мекендесін, оған ең алдымен суық пен ыстықтан, жаңбыр мен жел өтінен бой тасалау үшін баспана қажет. Сол себепті адамдар әрдайым қолда бар нәрседен үй тұрғызып, табиғат ерекшелігіне қарай бейімделіп отырады. Қар мен мұз құрсанып жатқан қиыр солтүстікте эскимостар қар кірпіштен игілу деп аталатын баспана тұрғызып, терезе әйнегінің орнына мұз тұтқан. Игілу жылы болу үшін итбалықтың майы құйылған табақшаға от қойып, қабырға мен еденге аң терісін тұтып төсек тастаған. Екінші тапсырма қараңдар. Қиыр солтүстікте кімдер мекендейді? Ал Махмұт Расул. Эскимостар мекендейді. Тамаша. Енді сәйкестендіреміз. Бамбук, джонка, вигвам. Бамбук қайсы? Екіншісі дейді. Джонка үшіншісі. Вигвам біріншісі. Жақсы, оны қазір біз тағы да салыстырып көреміз. Қараңдар сонда. Дұрыстаттық па? Бамбук екінші, джонка үшінші, вигвам біріншісі. Дұрыстаттыңдар ма? Жақсы. Ал енді қазір бәріміз орнымыздан тұрайық. Бүгінгі ойынын ойнайық. Көшпенділердің көшіп қонуға ыңғайлы үйі, оны тез жығып, шапшаң тігуге болады. Қазақтар, қырғыздар мен моңғолдар ерте заманнан той жүнінен басылған киізбен жапқан киіз үйде тұрды. Киіз үйдің сүйегі ағаштан жасалады. Бұл үй жер сілкінгенде де қауіпсіз. Оңайлықпен бұзылмайды. Қазақтың киіз үйі күннің аттарынан, аңызақтан, бораннан қорғайды. Мынандай тапсыр. Қарағанда, мәтіннің түрін анықта, әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құр. Жаңа біз барлық мәтінді мен оқып шықтым. Мәтін
қандай мәтінге мәтін деп айтуға болады бұл мәтінді? Ал айтамыз, кім айтады? Сипаттау мәтіні деп ойлайсың? Отыр, бейбарыс. Ол бастан туралы сипаттап. Дұрыс сипаттап берді. Жақсы. Бірінші әңгімеледі, екіншісі сипаттады, жаңа киіз үй туралы сипаттады, үшіншісінде пайымдады. Жақсы, барлығынікі жасыл. Біреуін ғана көтереміз. Так, ал жақсы. Бірінші тапсырма бойынша тақтаға қарай. Қазір үйренеміз. Кім керек дейді? Ол ғана келе ғой. Жылдан тәжірибе аламыз. Ол не үшін қажет? Емес. Ол жануарларды қорғау үшін қажет емес қой. Жақсы отыр. Келесі табиғи құбылыстардан бой тасалау үшін керек. Келесі. Так, Мейрамбай. Жылдан. Тамаша. Жақсы. Жақсы. Үш жауаптың екеуі дұрыс, біреуі дұрыс болмай қалды. Келесі. Ал сәйкестендіру. Кім келем дейді сәйкестендіруге? Жылдан келеміз. Так, келеді. Дүйсенбекке. Ал бәріміз қараймыз, сәйкестендіріп жүрейік. Жылдан. Өткен. Сәйкестендіріп бақылым, әйтпесе шықпай тұру ол. Бас қатты. Ал, отправиттіңіз. Тамаша, барлығы да дұрыс. Міне балалар, сонымен бүгін біз сендермен баспана туралы істедік, сабақты